3D модельдеу бөлімінің бірінші сабағы. Біз бұл сабақта үстінен және алдынан қараған өлшемдер арқылы 3D модельді жасау, яғни осының кеңістіктегі формасын жасауды үйренетін боламыз. Мына жерде мынадай форманы біз қалай жасаймыз? Мынаның сызбасы бізде былай көрсетілген. Мен былай істейін, міне. Қараңыздар, тура осындай формада бір сызба болып шығады бізде. Оны біз қалай сызамыз? Ең әуелі мына табан өлшемін бірінші сызып аламыз. Табандағы өлшемді 15 болатын және бұлай ұзындығы 160 болатын мына сыртқы формасын бірінші сызып аламыз. Ол үшін жаңадан бет ашайық. Жазықтықтың фонын таңдап алдым. Енді жазықтықты таңдаймын. Бастадық. Мына жақтан кез келген жерден бір түзу сызық. Тігінен болатын 90 градустық сызық сызамыз. Және осының тура ортаңғы нүктесін басамыз. Және оның ортасына келдіріп, екеуін бір сызық бойына туралаймыз. Енді мынаның ұзындығы мен сызған мына сызық, яғни ұзындығы 50. Ұзындығы бізде 50 болатын сызық міне. 50 деп жаздым. Мына мен мына сызықтың арасы бізде 160 деп көрсетілген, яғни тура ортасы бізде 80 болады. Мына жерге мен 80 деп жазамын. Я болмаса, мына жердегі аралықты 160 бөлінген 2 деп жазсаңыздар болады, 80 деп. Әр түрлі сан болған жағдайда осылай істесеңіздер болады. Ендігі кезекте мен сыртқы өлшемі, яғни мынаның диаметрі қанша болады бізде? Мына мен мына жердегі аралық. Бұл жердегі өлшем бізде 90 болыпты. Яғни мына жер, мына аралық. Диаметрі 90. Диаметр 90 болатын шеңбер сызамыз. Мына жерге жазсаңыздар болады, 90 бөлінген 2 деп. Я 45 радиус жазатын жер. Я болмаса мына жаққа бізде 90 деп бірден өлшемін жазсақ болады. Істелді. Ендігі кезекте мына сызықтан, мына нүктеден мына нүктеге біз жанасқан сызық сызамыз. Қараңыздар, белгілі бір белгі шығады, знак шығады мына жерде жанасты деген. Әне, қараңыздар, міне жоғалып кетті. Қазір пайда болады. Міне пайда болды. Осы кезде сіз басасыз. Мына жағында, мына нүктеден, мына нүктеге ақырын жылжытып отырамыз міне. Әне, знак шықты, жібереміз. Ендігі кезекте біз мына жердегі мынау кертпекті, яғни мына қуысты сызып аламыз. Аралығы 20 болады. Бірінші өстік сызық сызып алайық біз. Оңай болу үшін кішкентай белгілі бір сызық сыза саламыз міне. Сыздым. Бізде аралық қанша? Ол үшін мынаны басамыз. Басқаннан кейін мына жерге мысалы 30 болатын болса, сіз 15 деп жазсаңыз болады. Аралығы, мына аралық. Бізде 20 болғандықтан бұл жерге 10 деп жазамын. Мынаған қоясыздар, міне тұр, міне. Бастым. Сызылды сызығымыз. Енді не істейміз? Ендігі кезекте біз радиус, мына жердегі шеңбер сызамыз. Радиусы 10. Ол центрімен мына центрге дейін, яғни 130-ның жартысы. Мына жерге шеңберді таңдаймыз. Мынадай 3 нүктелі шеңбер түрін таңдап аламыз. Мына сызықты бір басамыз. Мына сызықты екінші басамыз. Тышқанның, яғни мышканың оң жағын бір түртсеңіздер болды. Бітті. Сызбамыз аяқталды. Енді аралығын жазамыз. Аралығы бізде қанша? 130 болған, е? Мына жерде 2 центр арасы 130 деген. Яғни біз бір жағын сызып жатырмыз. Сондықтан 130-ның жартысы болады. 130 жартысы, яғни бөлінген 2. Міне, аралығы жазылды. Енді асып қалған бөлігін біз қайшымен
кесіп тастаймыз. Қараңыздар, мына жерде мынандай қайшы түрі талданды. Егер де мынаны таңдайтын болсаңыздар, сіз былай өшіре аласыздар. Міне, қараңыздар, өшірілді. Енді біз симметрия жасап, мына жағын екінші жағына ауыстырамыз. Ол үшін бізге көмекші сызық, яғни өстік сызық керек болады. Сызық бар. Мына жақтан былай белгілесек, мынау төрт бұрыштың ішіне кірген бөлігі ғана таңдалады. Өткенде айтып өткенбіз. Егер де бұны былай таңдайтын болсақ, мына шеңберде қосылып белгіленіп кетеді. Сондықтан біз былай аламыз. Міне, таңдап алдық. Енді мынаны басамыз. Мына жерде бассаңыздар, міне симметрия бөлімі өтіп кетті, былай қарай. Міне, керек емес бөлімді осылай өшіріп тастасаңыздар болады. Делет басасыздар, сызықты басасыз, бастық. Өшті. Болды. Ендігі керек емес бөлім мына бөлім. Мына бөлімді біз осылай өшіре саламыз. Сонымен бізде мынау табанның сызбасы сызылды. Яғни 50, мына арасы 20. Қараңыздар. Мына мен мына аралық 50. Жазылмайды қайтадан бұл. Мына жақта өлшем бар. Мына жердегі диаметр бізде радиусы 10, диаметрі 20. Мына екі сызықтың арасы бізде қанша? Екі сызықтың арасы бізде 20 болған. Міне мына жерде де 20. Яғни біз тура сызықты сыза алдық деген сөз. Енді бұған кеңістік береміз. Бұл жаңа тақырып. Кеңістік беру үшін бізде мына бөлімге кіреміз. Бірінші бөлімді басамыз. Кеңістік беру үшін мына бөлімді басамыз. Мына жерде. Қараңыздар. Осылай болып тұрады. Мынаны басамыз. Мынаны бірден басамыз. Басқан кезде бізге кеңістіктің формасы шығады. Міне. Сіз қаншалықты мүмкін сізде былай болып тұруы мүмкін. Мысалы, мына жерге сіз биіктігін жазасыз. Қаншалық биіктік болады сізде. Мысалы, бізде бұл табанның биіктігі бізде 15 берілген. Яғни мына жердің табанның биіктігі 15 мм. Сондықтан бұл жерге 15 деп жазамыз. Enter басамыз. Міне. Бұл жерде қосымша функциялар бар. Мына жерде қосымша деталь болған кезде бұның барлығы алдағы уақытта түсіндірілетін болады. Мынау үстіндегі белгілі бір нүктені белгілейсіз, сол нүктеге дейін көтерілетін. Мынау белгілі бір жазықтық бетке дейін, яғни биіктікте болады. Бұның барлығын жеке-жеке түсіндіретін боламыз. Ең әуелі біз мына детальды сызып алайық. Окей деп басамыз. Міне, детальдың формасы шықты. Бұны айландыру үшін біз деталымызды айландыру үшін тышқанның, яғни мышканың ортасындағы айланатын бөлікті басып тұрып, ақырын айландырсақ болады. Қараңыздар, осылай біз басып тұрып айландырамыз. Деталымызды ары бері көре аламыз. Міне, сыздық, айландырдық. Енді мынау бетінен тура бағытынан, яғни үстінен қарау үшін, қай бағытта үстінен қарау үшін, мынаны бассаңыздар, жазықтық беттің мышканың сол жағын бір рет басасыздар. Басқан кезде мынадай заттар шығады. Біз мынаны бассақ болады. Яғни осы жазықтықты өзімізге қаратып береді. Мына қараңыздар. Не? Егер де сіздерде мына бағыттан қарау үшін бізге қиынырақ болады. Ол үшін клавиатураның ең ұзын бөлігін, яғни правилье, бұл қандай деп айтады. Мынаны басамыз. Үстін бассаңыздар, клавиатураның ең ұзын бөлігін бассаңыздар, мынадай зат пайда болады сіздерде. Сонымен өзіңізге қалаған бағытты таңдай аласыздар. Тағы бір басамыз. Айландырамыз. Мышканың айланатын бөлігін басып тұрып айландырамыз. Мына бөлікті қаратсақ болады. Мышканың сол жағын бір рет басамыз. Өзімізге қай бағытқа керек, сол бағыттан баса аламыз. Мысалы, мына бағыттан көріңіз, осылай. Ендеше біз үстіңгі бөлігіне астыңғы табан диаметрі 90, үстіңгі диаметр 70 болатын белгілі бір форманы сызамыз. Ол үшін бізде ең бірінші жазықтық таңдап алыну керек. Бұл бізде топ плейн, яғни үстіңгі бетінен үстіңгі жазықтық сызылды, жазықтық сызбасы. Енді біз осыған перпендикуляр болатын жазықтық таңдап аламыз. Міне,
Қараңыздар, осылай болатын сызық таңдап аламыз. Я болмаса біз мынаны таңдасақ та болады. Біз мынаны таңдап істейтін боламыз қазір. Қараңыздар, осыған перпендикуляр болатын. Бізде мына жазықтыққа перпендикуляр болатын белгілі бір жазықтық таңдап аламыз. Скетч басамыз. Бастық. Енді өзімізге бетті туралап алу керек. Тура бізге осылай қарау керек. Ол үшін клавиатураның ең ұзын бөлігін бір рет басамыз. Басқаннан кейін мына жазықтықты басамыз. Өзімізге қарады. Енді біз сызбаны сыза береміз. Ең бірінші біз өстік сызбаны сызып аламыз. Яғни тура центрнан бұл. Біз центрдан сызғанбыз сызбаны. Өстік сызықты жүргіземіз. Біз өстік сызықтың биіктігі бізде қазір бірінші біз мынадарды сызып аяқтап алайық. Сызамыз. Мына жерде форманы сызасыз ғой. Мына жартысынан мына нүктеден мына нүктеге дейін және мына нүктеге дейін сызасыз. Яғни осындай. Сызып аламыз. Өлшем керек емес. Өлшемді соңынан жасамыз. Міне. Міндетті түрде мынандай шыққан сары нүктеге бекітпеңіздер. Бекітетін болсаңыздар, сіздер өлшем жаза алмайсыздар, өзгерте алмай қаласыздар. Сондықтан кез келген нүктеге, мына нүктеге болсын, нүктеге қоймайсыз, міне. Қараңыз, бос тұрған жерге қоямыз. Сыздық, мысал ретінде сызып жатырмыз сіздерге. Енді диаметрі бізде 90, табанның диаметрі бізде 90. 90 болғандықтан бізде өлшемді таңдадық. Центр өстік сызықты белгілейміз. Мына жерде мына нүктені, екі сызықтың арасы. Мына жерде істейтін болсаңыздар, 90-ды, мына жерге істейтін болсаңыздар, 90-ды 2-ге бөлесіздер. Яғни 90-ның жартысын жазасыздар. Егерде мына бөлікті, мына нүктеден, мына жерде диаметр қолданатын болсақ, диаметр қолданғымыз келсе, мына жерден біз мына қысап істесеңіздер болады. Мына жерге істейміз. Біз 90 деп жазамыз бұл жерге. Бастық. 90 деп бірден жаза салсаңыздар болады. 90 деп жазылды. Ендігі мына бөлікті ақырын сәл былай жылжытып, міне, нүктені басып жылжытсаңыздар болады. Мышканың сол жағын басып тұрып жылжытасыздар. Жылжытып, мына жерде мына өлшемді жазамыз. Мынамен үстіңгі диаметр бізде қанша? Үстіңгі диаметр бізде 70 болған. 70 деп жазамыз. Былай қойып қойсаңыздар болады, біз былай 70 деп жазамыз. 70. Ендігі бізге керек өлшем биіктігі. Мынаның биіктігі. Бізге бұның да биіктігі 90 дейді. Мына табанынан мына бетіне дейін. Яғни мына жерден мына жерге дейін бізде 90. Яғни сызықтың ұзындығы 90 болу керек. 90 деп жаздым. Тура осылай бізде сызба сызылып болды. Мынаны тұтастыруды ұмытыппын мен. Қазір мына нүктеден мына нүктеге дейін. Бітті. Енді біз кеңістік береміз. Мынаны басамыз ол үшін. Мынаны бастық. Басқаннан кейін мынау тұрған бөлікті басамыз. Бұл жалпы осындай цилиндр жасауға арналған, белгілі бір шар тәрізді болсын, қандай да бір форманы шығаруға өте ыңғайлы зат. Окей деп басамыз. Мынаны қараңыздар, бізде сызбасы сызылды. Биіктігімен барлығы дайын. Окей деп басамыз. Егерде мына жерде сіз 180-ді азайтатын болсаңыз, мынау қазір қараңыздар, мен сызам. Мына жерге мен 270 деп жазайын. Мына қараңыздар, міне. Мынадай болып шығады. Міне. Егерде осыны қайтадан өңдеу үшін біз қалай істейміз? Мынау сызылып қойды. Енді бұл дұрыс емес деп белгілі бір өлшемдерін өзгерту керек болатын болса, мына сызық соңғы жасалған параметр, яғни біз мынаны бір басамыз, я болмаса мынаны бассақ та болады. Мынаны бір басамыз, мышканың сол жағымен бастық. Басқаннан кейін мына жерде edit деген бар. Мынау біздің сызығымызды өңдейді. Мынау сызылған сызық, 2D форматында біз сызған сызықты өңдейді. Ал мынау бірінші мынау тұрғаны бізде бағана кеңістіктің несіне өзгертеді. Қараңыздар. Өздеріңіз басқа өлшемдер жазып көрсеңіздер болады. Мысалы, мына жерде 360 болу керек, яғни тұйықталған болу керек. 360 градус айланған болу керек. Мынау дегеніміз не? Мынау дегеніміз қай деталдың үстіне сызылатын болса,
қай деталдың үстіне сызылатын болса, сол деталмен бір тұтасып кетеді. Мысалы, мынаны алып тастасақ, мынау бөлек деталь ретінде болады. Қараңыздар. Енді көрсетейін. Мынаны басамыз. Мышканың сол жағын бір басамыз. Оң жағын бассаңыздар, мына жерде мынадай болады. Бодидің астында тұр. Бассаңыздар болады. Яғни мынау бөлек деталь ретінде қарастырылды деген сөз. Енді осы екеуі бір деталь ретінде істеу үшін бізде қайтадан кіреміз. Өңдеуді кіреміз эдитке. Мынаны қайтадан қойып қойсаңыздар, міне қазір қараңыздар. Енді біз мынаны басайық. Міне, екеуі бір деталь ретінде, бөлінбейтін тұтас деталь ретінде қарастырылды. Ендігі кезекте біз үстін тесіп алайық. Тереңдігі 40, диаметрі 55 болатын кішкентай қуыс бар мына жерде. Ол үшін клавиатураның ең ұзын бөлігін басамыз. Бастық. Басқаннан кейін біз қай жерге сызуымыз керек? Яғни осылай мына бетіне істеуіміз керек, дұрыс па? Сондықтан мына бетін бір басамыз. Бастық. Енді біз бұл жерге қай жерде біз эскизді сызуымыз керек? Қай жерде біз жұмыс жасауымыз керек? Сол беттің біз эскизін таңдаймыз. Мына бетте жұмыс жасайтын болсақ, мынаны беттің эскизін басамыз. Мына бетте жұмыс жасайтын болсақ, мына беттің эскизін басамыз. Бізге дәл қазір мына беттікен, яғни үстіңгі бетінен мына бетті эскизін басуымыз керек. Басамыз. Бастық. Сызамыз. Енді өлшемдерді сызып істей берсек болады. Шеңбер таңдадым. Кез келген өлшемді жаза салсаңыздар болады. Мысалы ең соңынан диаметрі 55. Мына жерден жаза салсаңыздар болады. Диаметрі 55 болатын болса, 55 бөлінген 2. Мына жерге радиус жазылады. Былай істесек болады. Я болмаса, мына жерден өлшемді алып, бізде 55 деп жазсақ болады. Енді осыны біз тесу керек, е? Тесу керек. Қалай тесеміз? Ол үшін мынаны басамыз. Бастық. Мына жерде мынау тесу, ою, кесу деген заттар осы жерде болады. Мынаны бір басамыз. Тереңдігі қанша бізде? 40. 40 болғандықтан мына жерге біз 40 деп басамыз. 40 деп жазамыз. 40 деп жазсақ, Enter басамыз, біткесін. Міне. Ал мынау заттар, не заттар дейтін болсаңыздар, мынау тұрған, мына жерде радиус. Қаншалықты радиуспен кетеді? Қаншалықты градуспен кетеді? Қараңыздар, мынау ішіне қарай кетіп тұр, дәл қазір. Ал мынаны бассаңыздар, бұл сыртына қарай кетеді. Көрдіңіздер ме? Сыртына қарай кетеді. Бізде бұл керек емес. Сондықтан мынаны алып тастаймыз. 40, тереңдігі 40 жазылды. Окей деп басамыз. Міне. Жаздық. Ендігі керекті өлшем бізге не керек? Мына жердегі 60 болатын кертпек керек, е? Ол үшін тағы да клавиатураның ең ұзын бөлігін басамыз. Мына жақ бетін таңдаймыз. Енді осы жерде біз сызба сызылады. Сондықтан мынаған параллель болатын белгілі бір сызық таңдап аламыз. Яғни фронт, алдыңғы беті. Таңдадық. Енді мына жерден белгілі төрт бұрыш таңдап аламыз да, сіздерде мынау болсын. Мынаны таңдаңыздар. Центрді бір басамыз. Ақырын жылжытып өздеріңіз білесіздер. Кез келген өлшемді қоя саламыз. Енді өлшем жазамыз. 60 болатын өлшем жазамыз. 60 болатын өлшемді біз жазамыз. 60. Enter басамыз. Биіктігі қанша бізде? Биіктігі 10 мм. Биіктігі бізде 10 мм. 10 мм басамыз. Enter. Бітті. Бізде сызық сызылды. Міне қараңыздар, айландырып көрсеңіздер болады. Айландырып көрдік. Яғни тура ортасына сызылған, е? Тура ортасына сызылған. Енді біз осыны біз кесеміз. Мына функция арқылы кесеміз. Басамыз. Қараңыздар. Мынау қазір бір жақ бетіне кетіп тұр. Мынаны былай созсаңыздар болады. Міне. Енді екінші жақ бетіне де бізде өту керек. Бұл сызбада екі жақ бетіне өтіп кеткен. Міне тұр. Үзік сызық тұр. Сондықтан біз екі бағытын таңдаймыз. Мынау бір бағыты. Енді екінші бағытын таңдаймыз. Екінші бағыты міне тұр. Оны былай соза салсаңыздар болады. Мысалы, мына жерде тұр, міне. Мынаны былай созсаңыздар болады. Я болмаса, мына жердегі
өлшемге мынаны таңдасаңыздар, мына бағытта толық қанша деталь бар, соның бәрін өтіп шығады. Мынаны айтеміз, мынаны басамыз. Мынаны соссаңыздар болады, мынаны соссаңыздар болады. Я болмаса, мына жердегі параметрлерді ауыстырсаңыздар болады. Жақсы. Окей деп басамыз. Міне. Бізде деталь сызылды. Ендігі кезекте бізде ішкі қуыстар қалды. Тура осындай. Мына жерде диаметрі 10 болатын сызықты. Біз ең соңынан сызамыз бұны. Бізге ең әуелі қажетті мына жердегі форма. Үстіңгі диаметрі 35 болады екен, астыңғы диаметрі 42 болатын конустарымызды бір зат сызамыз. Ол үшін тағы да мына жерден кеңістік таңдап аламыз. Мына жазықтыққа перпендикуляр болатын жазықтық таңдап аламыз. Мынаны таңдайық. Скетч деп басамыз, эскиз. Клавиатураның ең ұзын бөлігін басамыз, бастық. Енді біз бұл жерге тағы да өстік сызықты сызамыз. Қараңыздар, өздеріңізге қолайлы болу үшін мына жерден алған дұрыс. Өлшем бізде 25. Мына сызықтан алынған. Сондықтан біз мына жердің тура ортасынан міне знак шығады, өз сары. Басамыз да ақырын созамыз. Бұның биіктігі бізде 25 берілген. Мына жерде тұр 25 берілген. 25 деп басамыз. Жаздық. Енді бағанағы сияқты сызықтың төбесінен міне белгілі бір формада сыздық, және мына жаққа тұтастыруымыз керек. Бітті. Енді үстіңгі диаметрі бізде 35. Үстіңгі диаметрі бізде 35. Сызықты таңдадық, нүктені белгіледік. Мына жерде диаметр бізде 35. Нүктені бастық, сызықты белгілейміз. Қазір. Бұның диаметрі бізде қанша? 42. 42 деп басамыз. Міне 42. Тереңдігі бар. Енді осыны біз ойып тастаймыз. Яғни ортасы ойылған болады бұл жер. Сәл қуыс, бірақ конус. Енді мынаны басамыз. Басқаннан кейін мына жерде бар ондай айландыра тесетін. Мынау тігінен тесетін болса, мынау айландыра ойып тастайды. Сіз не сызасыз, соны ойып береді. Окей деп бассақ, пайда болды. Мына жерге тура сол сияқты окей деп басамыз. Қараңыздар, қайда кетті мынау? Бізде былай қателік болған. Қараңыздар, біздің оюымыз шатастырған. Міне қараңыздар, мына жерден алған. Негізі сызық мына жерден еді. Кешіріңіздер. Ол үшін біз осындай қателік орын алған жағдайда біз қайтадан өңдеуге тура келеді. Ол үшін мына сызықты бір рет басамыз, клавиатура мышканың сол жағын, және мынаны басамыз. Эскизді өңдеу. Кіреміз, қайтадан міне. Мына сызықтарды сәл созасақ болады. Ол үшін мына жасылдарды өшіреміз. Жасылды бір басамыз, делет басамыз. Жасылды бір басамыз, делет басамыз. Енді мынаны ақырын созасаңыздар болады. Созылды. Я болмаса мына жерге қойсаңыздар болады. Бітті. Енді мына бөлікті басамыз. Енді қараңыздар, міне тесіліп шықты. Енді бізде қалғаны диаметр 10 болатын тесік қалды. Оны біз мына жерден істесек болады. Мысалы, мына жерден скетч басып, мысалы, туралап аламыз өзімізге, міне. Я болмаса, үстіңгі жағынан істесек болады. Ешқандай айырмашылық жоқ. Мына жерден істесек болады. Скетч басамыз. Дәл қазір бұл жерде мен қандай функциямен кесейін деп жатырмын. Мына жер радиус. Диаметрі 10 болатын болса, радиус оның жартысы болады. Бөлеміз 2-ге. Осы жерден жазсақ болады. Мынаны басамыз. Бұл тігінен кесетін. Қойсаңыздар болады, өзгертіп, өлшем жазсаңыздар болады. Я болмаса бұл сызықты, бұл тесікті біз мынамен тессек те болатын еді. Осымен сіздер тесіп көріңіздер, істеп көріңіздер. Қазір қараңыздар. Сізде сызба тұнық емес, яғни мынандай болып тұр. Нақты өлшем көрсетіп тұрған жоқ. Бұл жерде көрініске әсер ететіндіктен бұны біз өте жақсы сапамен шығара аламыз. Ол үшін
баптаулар бөліміне өтеміз. Настройкаға өткеннен кейін мына жерде мынаны бассаңыздар, суреттің сапасы деген бар. Мынаны өзгертесіздер. Окей деп басамыз. Міне қараңыздар, бізде сызба өте жақсы сапада шықты. Енді біз осыған бояу беру керек. Яғни ол үшін мынаны басамыз. Басқаннан кейін детальдардың, я болмаса мынаны бассаңыздар болады. Мына беттің бояуын біз өңдейік мысалы. Мына беттікін ғана істейтін болсақ, фейзі деген тұр. Фейзді бассақ болады. Деталь body болады бұл. Қызылға қойсақ болады. Бұл беттікі. Ал жалпы қанша деталь бар, барлығын өзгерткіңіз келсе, мынаны басасыз. Мына жерден қазір қараңыз. Не, жалпы детальді өзгерту керек болса, фейзді өшіріп бассаңыз болады. Дет басамыз. Дет басамыз, фейзді өшірдік. Енді детальді таңдадық. Мына жерде форма. Бояу өзімізге қажет. Таңдадық. Міне. Бұлай өзгерте аламыз. Енді бұған біз металл ма, басқа ма таңдасақ болады. Мысалы, болатты таңдадым. Жерге қоямыз. Body бассаңыздар, міне. Болаттың несі таңдалды. Көріңіздер. Енді бұған біз материал берейік. Қандай материалдан жасалған? Ол үшін біз материалға кіреміз. Оң жақ мышканың оң жағын басамыз. Материал енгізу. Материалды өңдеу дейді. Мына жерде өзімізге қажетті. Қандай маркадағы қандай болат керек таңдаймыз. Мысалы, мына жақта болат маркалары. Мысалы, кесетін болаттар, қатты болаттар. Штамп, пресс формаға қажетті болаттар осы жерде болады. Қараңыздар, арнайы маркасымен тұр міне. Сондан таңдадық. Apply басамыз, бастық. Таңдалды қазір. Материал берілді бізде. Міне жерге түседі. Қараңыздар. Енді осының біз салмағын көргіміз келетін болса, мына жақта мына жерде мынадай зат бар. Міне тұр. Сіздер көрсеңіздер болады. Міне мынадай зат пайда болады. Мынаны бассақ та болады. Міне. Бұл жерде миллиметрмен көрсетіп тұр барлық өлшемді. Мысалы, міне осынша грамм дейді. Енді біз бұны килограмм түрінде көргіміз келсе, option'ға кіреміз. Кіріп, мына жерде өзіміздің өлшемді жазамыз. Мына жерге килограмм деп қойсақ болады. Килограмм, мысалы, метр кубпен өлшейміз ба біз, сантиметр кубпен өлшейміз, метр кубпен өлшейік. Окей деп басамыз. Қазір қараңыздар, бұл деталымыз бізде 2 килограмм, көлемі осынша куб миллиметр, не жерде ауданы сондай көрсетілген. Осылай бізде бұны шығарбасақ болады. Я болмаса көшірбасақ та болады. Жақсы. Назар қойып көргендеріңізге рахмет. Сау болыңыздар.